Бәріңе сәлем. Видео шықпағанына біраз болды. Енді бүгін GTA 6 туралы видео шығарайын дедім. Иә, бұл ойын әлі шықпады, бірақ маған бәрібір. GTA 6 туралы 10 факт айтатын боламын. Видеоға лайк бас, комментарий жаз, арнаға тіркел. Видеомызды бастаймыз. GTA 6 ойыны 2026 жылдың 26 мамырында шығады. 26 мамыр күні сейсенбіге сәйкес келеді. Бұл Rockstar компаниясының сейсенбіде ойын шығару дәстүріне сай. GTA 6 ойыны Леонида атты ойдан шығарылған штатта өтеді. Ол Флорида штатына негізделген. Басты кейіпкерлер Джейсон Дюваль және Лусия Каминас. Лусия GTA тарихындағы ең алғашқы басты әйел кейіпкер. Қосымша кейіпкерлер ойын барысында Кал Хэмптон, Буби Айк, Дре Куан және Рауль Баутиста сияқты кейіпкерлермен танысасыз. GTA 6-ның бірінші трейлері алғашқы 24 сағатта 93 миллионнан астам просмотр жинады. Ал қазіргі таңда 261 адам көрген. Ойында жасауға $1 миллиард ақша кеткен. Ойынның графикасы бұрынғы GTA-лардан әлде қайта сапалы әрі жоғары. Леонида штаты бұрынғы GTA ойындарындағы карталардан әлде қайта үлкен. GTA 6 2024 жылы Golden Joystick Awards'та ең көп күтілетін ойын номинациясын жеңіп алды. Осымен біздің GTA 6 туралы 10 факт аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Бұл 10 факт каналы. Сау болыңдар.